Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін мен жас жігіттердің өмірі жайлы киноны айтатын боламын. Марк пен Уолтер көлікте келе жатып, бағдаршамның қызына тоқтап тұрғанда, олардың қасына үлкен жастағы әйелдер келіп тоқтайды. Уолтер оларға қырындап кешке шақырады. Бірақ кенеттен жасыл жанып, олар үнсіз алдыға кетіп қалады. Жігіттер үйіне келгенде, Марканы тосынсый күтіп тұр еді. Себебі бүгін Марконың туылған күні еді. Марко бөлмесіне кіріп қараса, алдынан Мелани жеңіл киімде оны қарсы алады да оған көмегін сұрайды. Марко оған көмектескелі жатқанда, анасы келіп көмектеседі. Бассейн қасында Марко Меланиден көзін алмай қарап отырады. Уолтер оған демалыста Меланиді және құрбысын қонаққа шақырайық дейді. Ал анасы Таняны кедергі жасамау үшін басқа жерге кетуіне себеп бол дейді. Жігіттер үйде жалғыз қалып, қыздарды шақырады да, кездесу енді қызып жатқанда, сол сәтте есіктен бір үлкен кісі тәрбиеші Уильямс келіп, мені анаң Таня жіберді. Мен жоқта Маркомен сөйлес, оған ақылыңды айт деп тапсырған болады. Ертеңіне Таня баласын дүкенге жіберіп, үйге керек жарақ ал деп жібереді. Марко дүкенде жүргенде, оған орта жастағы үлкен әдемі әйел келіп көмек сұрайды. Ол Марконы дүкен қызметшісі деп ойлап қалған еді. Марко сыртқа шыққанда әлгі әйелді Карисаны кезіктіреді. Кариса Маркоға менің жуынатын бөлмеме массажер құрылғысын орнату керек, ақшасын төлеймін дейді. Марко үйіне құрылғыны орнатып жатқанда Карисаның бай күйеу болғанын біледі. Кариса Маркоға бірге шомылайық деп киімін шеше кетеді. Екеуі солай жақындасады. Ертеңіне Марко Уолтерға Карисамен қалай кездескені жайлы айтып, оның 40-тың шамасында екенін айтады. Кешке Таня мен Рэнди үйде сурет жинап отырады. Марко кездесуге кеткелі жатады. Анасы Таня қайда кіммен айтпесе көлікті бермеймін дейді. Ал Маркоға көлік керек емес. Марконы Карисаның өзі келіп, көлігімен алып кетеді. Кариса мен Марко мейрамханада отырады. Кариса жас жігіттен немен айналысасың деп сұрайды. Марко ол болашақ IT маманы, ол телефонға приложение жазып, жалғыз басты әйелдерге көмектесетін приложение ойлап тапқан еді. Сол кезде Кариса, менің танысымда IT компания бар, қажет болса сөйлесіп бере аламын дейді де, әжетханаға кетіп қалады. Кенеттен Марконың қасына бір бейтаныс жігіт келіп, оның қасынан тез кетіп қал, әйтпесе қауіпті дейді. Де тез кетіп қалады. Қасына Кариса келгесін екеуі үйлеріне қайтады. Ертесіне Таня баласына ұрсып, кеше кеш келдің, соңғы уақытта өзгердің, заңсыз нәрсе қолданып жүрсің ба деп айтады. Марко ашуланып бұрыннан тұрып пешке келмейтінін айтып кетіп қалады. Да ол Карисаның үйіне барады. Кариса оған менің күйеуім өлгеніне 5 жыл болды. Күйеуім бай брокер болған еді дейді. Сол күні кешке Марконың үйіне Кариса келеді. Олар үстел басында тамақтанып отырып, Кариса мен Таня ерегісіп кетеді. Кариса сен балаңды үнемі аңдып жүресің дейді. Таня сен баламды қандай мақсатта пайдаланып жүрсің деп ұрысады. Кариса ашуланып үйден шығып кетеді. Марко да онымен бірге көлігіне отырып кетіп қалады. Кариса Марконы үйіне әкеліп бассейнде Марконың қолын шынжырлап, онымен қосылады. Сол кезде Таня Кариса жайлы мәліметті интернеттен оқиды. Ертесіне Марко Карисаның төсегінде оянып жатады. Ал Таня Карисадан кешірім сұрауға келеді. Бірақ Кариса мазақ қылып Таняны қабылдамай есікті жауып жібереді. Кариса таңғы асты Маркоға ұсынып, маған кел, бірге тұруымыз керек дейді. Марко, жоқ, олай болмайды, мен анама көмектесуім керек, оның үстінен жаз аяқталып келеді, мен басқа қалаға барып колледж оқуым керек дейді. Кариса жарайды дейді. Таня баласы Марконың атынан Меланияға хат жазады. Мақсаты Карисадан көңілін аудару еді. Мелани Маркоға келеді. Анасы Таня оларға балмұздаққа ақша беріп, екеуіңіз серуендеп қайтыңдар дейді. Екеуі керемет кеше серуендеп жүргенде, олардың сырттан Кариса аңдып тұрады. Кариса Меланиді қорқытып, енді Маркоға жолама дейді. Келесі күні Марко Меланиға қоңырау шала алмай отырады. Біраздан соң Мелани Маркоға енді қайтып мені мазалама дейді де өшіріп тастайды. Содан кейін Кариса Маркоға қоңырау шалып, IT компаниясындағы досым келіп, сені жұмысқа алу үшін әңгімелеседі, кешке сені алып кетем деп айтады. Кариса Марко IT компаниясының адамы үшеуі сөйлесіп, жұмысқа алуын қарастырамыз дейді. Содан кейін Кариса Маркоға ішімдік ішіп көңіл көтерейік дейді. Сол кезде Марко бас тартады. Кариса оның бастан ұрып құлатады. Марко есін саунада жияды. Оның қолы байлаулы болады. Кариса, мен сені осылай, мені пайдаланып кетіп қалатынды жол бермеймін, тіпті күйеуіме де жол бермегенмін дейді. Таня ұйқыдан оянғанда баласы үйіне келмегенін біліп, мазасыздана кетеді. Ол әркімге қоңырау шала бастайды.
Сосын Карисаға қоңырау шалады. Сосын Карисаның үйіне келеді. Кариса оны жалған жылы қабақпен қарсы алады. Сосын Таняға наручникті беріп, ки, себебі осылай ғана оны көре аласың дейді. Де оны Маркоға алып келеді. Марко саунада қиналып отырады. Анасы Таня келіп оны жұбатады. Кариса пистолетті беріп, мында бірақ оқ бар. Өзіңді өлтір, сосын Марконы босатам дейді де шығып кетеді. Далада бассейн жағасында отырған Кариса пистолеттің дауысын естиді. Содан кейін Кариса саунаға барса, Таня жатады. Таня кенеттен Карисаны ұрып, оны ыстық тасқа басып, есінен тандырып кетеді. Бассейн жағасында Таня ұлына көмектесіп демалдырып жатқанда Кариса келіп өлтірмекші болады. Сол сәтте аяқ астынан Рэнди келіп Карисаға шанышқыны тығып құлатады. Сол кезде қорап ішінен байлаулы Уолтерді шығады. Кариса Уолтерді де ұстап алып қамап тастаған екен. Бірнеше уақыт өткен соң Таня мен Рэнди ұлы Марко мен Меланиді колледжге шығарып салады. Сол кезде тағы жасы үлкен әйел келіп тұрады. Бірақ бұл Уолтерге келген екен. Уолтер қоштасып үлкен әйелге кетіп қалады. Кино осы жерден бітеді. Сіздермен бірге болған Асқар. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.